season and every time. When all you want is to run and hide. Take a breath, keep your head up high. 'Cause Көрермендер, қазір біздер міне Астана қаласына келіп жеттік. Бұйыртса ертең Бурабайға аттанамыз. Қазір міне Тараздан ертеңгі семинарға біз қандай дайын болып шықтық. keep moving on. There is nothing you can't overcome. GoPro. GoPro камера. Түсіріп ананы влог жасап алған. I'm gonna cheer you on. Көрермендер, біздер қазір қазақ шоумен кемптің қатысушылары Астана қаласына жиналдық. Біздер бірер сағаттан кейін Бурабайға аттанатын боламыз. Біздер қазір кетіп бара жатырмыз Бурабай қарай. Ауа райы мына жақта салқын, асфальты тегіс автобуспен. Қатысушылар шамамен 50-60 адамдай болады. Бұйыртса енді ертеңнен бастап біздің семинар басталады. So when my time here on earth is done, know that my voice will still carry on, and all the angels will sing along. I'll be there to cheer you on, and I'll be there to cheer you on. Друзья, всем привет! Рядом со мной Кирилл Мейстер, ведущий из Алматы, шоумен, а также я узнал, что он организатор разных масштабных мероприятий. Я сегодня впервые веду, кстати, да, на русском языке, потому что я сам казахоязычный ведущий. Отлично. У меня первый вопрос, да? То, что я заметил в твоем инстаграме, ты часто бываешь в масштабных проектах, таких как Зимняя Олимпиада, Старф Азия, таких республиканских прям масштабах. Как попасть в таких проектов, чтобы тебя выбрали в толпу ведущих? Через какие пути? Я даже не знаю, как на этот вопрос ответить так, чтобы было корректно. Что нужно, чтобы попасть на такие крупные проекты? Ну, просто когда-то мне повезло провести одно мероприятие, и меня заметили организаторы из Акимата, и потом уже в дальнейшем начали привлекать и приглашать. Так, чтобы там что именно сделать, чтобы попасть на сцену такого проекта, я, наверное, не дам никакого совета, потому что его просто нет. Наверное, надо как-то попасться на глаза представителям Акимата. Еще такой вопрос, стоит слово, да? Ты постоянно работаешь с договором? Да, безусловно. Особенно если это корпоративные клиенты, это компании или там какие-то крупные мероприятия, там всегда есть договор, потому что, это юридически подкрепленное, скажем так, согласие. У меня есть там моя печать, у меня есть там мое ИП, да, там все законно. Конечно, все законно, я плачу налоги, причем очень большие, имеется в виду. Да, как у всех это, да, как у всех, там процентная ставка одинаковая, просто за счет того, что объем идет большой, то, конечно, там и налогов подходит очень много. Теперь вот такой вопрос. Если бы у тебя выбрать шоу-бизнес или той бизнес, тут невозможно выбрать, потому что это одно другому не мешает, во-первых, одно другому помогает, и особенно у нас в Казахстане как таковой шоу-бизнес и той бизнес практически одно и то же, потому что если брать там российский шоу-биз или там зарубежный, американский, там европейский, там относятся к этому гораздо профессиональнее, да, там серьезнее и так далее, там есть клипы, ротации, концерты и прочее. У нас все это тоже есть, но это делается для того, чтобы работать на тое. Қазақ шоумен кемптің алғашқы күні аяқталды, және бүгін бізде 3 спикер өзін білгендермен бөлісті. Ол бізде біреуі Айбат Никулин, екіншісі Алексей Крымнан келген, сосын үшіншісі Адис Мамо, Москваның шоумені. Әр спикер енді өзінің бағытында білгендермен бөлісті. Әркімнің өзінің пікірі бар, көзқарасы бар. Бәрі шоумен, бәрі элита тойларда выступать ететін, сосын тойға сценариймен, арнайы эвент агентствоның ұйымдастыратын тойларда көбіне жүреді шоумендер. Қазіргі таңда Айбат Никулин айтпақшы қазір спростағы шоумен тамадылардың бірі по всему Казахстану.
ал Адис Мамо өзінің өнерінде Россияда спростағы шоумендердің бірі, жаңағыдай әртүрлі байлардың, олигархтардың тойларын жүргізген айтып жатыр, сондағы ситуациялармен бөлісті. Алда спикерлер көп. Жалпы осындай шоумен кемптерге, өзінің ведущий боламын деген шоумендерге өзінің достар, ең алдымен мен өзімнің осы поездкаге, яғни осы шоумен кемпқа баруға үлес себепші болған Атимге алғыс айтамын, яғни продюсер Майдар Кәрімбаевқа. Жалпы бүгінгі семинардың алғашқы күнінде 3 спикер выступать етті. Бізде Айбат Николин, Алексей Крымнан келген, сосын Адис Мамо, Москваның шоумені. Жалпы әрбір шоумен өзінің білгетіндерімен, пікірлерімен бөлісті. Бәрі, яғни әртүрлі эдитта тойларда, сосын эйвет агенцияларының ұйымдастыруымен өтетін сондай тойларда выступать ететіндерін айтты. Өздерінің фишкаларымен бөлісті. Соның ішінде енді біздің Қазақстанда Айбат Николин, Қазақстанда Қазақстан бойынша сұраныстағы тамада шоумендердің бірі. Бұйырса ертең тағы да бізде спикерлер күтілуде. Time here on earth is done. Know that my voice will still carry on, and all the angels will sing along. I'll be there to cheer you on, and I'll be there to cheer you on. I will be there always to cheer you on. You can make it, take it, keep moving on. There is nothing you can't overcome. It ain't over yet. I'm gonna cheer you on. Oh, I'm gonna be right there to cheer you on. I'm gonna be right there to cheer you on. Қазақ шоумен семинар тренингтің кезекті бір спикері, менің қасымда ютубтың жұлдызы, қазіргі бірінші тамадан бірі Айбат Николин, таныс болыңыздар. Айбат, саған қоятын бірінші сұрақ. Енді батыста білесің, дәл сенің енді стиліңе жақындау келетін, бізде Жахан деген тамада бар, естіп білген шығарсың. Жалпы сенің ойыңша, сенің басқару стилің оның басқару стиліне ұқсас па, әлде өзгешілік па? Өзгешілік болса қандай айырмашылығы бар? Алғашқы сұрақ. Жахан жақсы танимын, бірақ жүргізгенін көрген емеспін, ютубтан да қараған емеспін. Анда-санда бүйтіп инстаграмды листать етіп отырғанда көріп қалам. Жалпы бірақ көбісі айтуы бойынша ұқсастық бар дейді, бірақ өзім көрген емеспін. Көрген емессің, да? Жарайды, алдағы уақытта байқай жазарсың. Айбат, тағы да бір сұрақ. Сен жаңа өзің спикер болған кезде айтып кетіп жатсың, 4 жылдың ішінде бір қарқында өсіп, көтерілдім деп жатсың. Жалпы сенің стилің қазіргі уақытта осы бір 3-4 жылдықта қаншалықты бір спроста болады, яғни трендта бола ма деген сұрақ қой. Өйткені өзіңіз білесіз, бір уақыт өте бір стильдер трендті өзі келе береді, яғни келе береді. Айтайын ба? Стильді әрине
жан жақты болсаң, заманауи болсаң, стиль міндетті түрде өзгереді. Қай кезде болмасын тренді нәрселерді қолдансаң, сенің стилің өзімен өзі өзгеріп отырады негізі. Өзің жұмыс істей білсең, тер төксең, ізденсең, барлығы болады. Ал ізденбесең, біреудің нәрсесін құр алып, ұрлап жүрсең, сен далеко не попрешь. Айбат, тағы сұрақ, сенің енді толық басқарған видеолар ютубта бар, бәрі көрді. Басқалардың дәл солай қайталағанына қалай қарайсың? Мен айтайын саған, ол плагиатчиктармен уже күресе шаршадым. Көп. Өйткені тым көп, ешқайсының аузына қақпақ бола алмайсың, ешқайсына тоқтау бере алмайсың. Өйткені официально авторский право алмағандықтан ештеме дей алмайсың, сондықтан да аман болсын. Келесі тағы мынандай сұрақ, өзің ұсынатын бір 3 шоумен немесе тамадын айтшы, осы той саласында, Қазақстан бойынша. Мен өзім ұсына алатын, это Әлібек Серғалиев. Көкшетау ақын жігіт. Сосын мен өзі жан-жақта достарым көп. Барлығын сен тұр, мен айтайын деген жігіттер суырып салмау, әркім өзіндік бір стилі бар, өзіндік манерасы бар, барлығы да ұнайды, бірақ мен үшін де өзіңе жеке ұнайтын Әлібек Серғалиев. Тек сол өткен мен қалғандарды көрген емеспін, қалғандардың да мен жауап бере алмаймын. Ал бірақ вдохновляюсь Нұрлан Қоянбаевтан. Нұрлан Қоянбаевтан мотивацияланып. Тағы да мындай сұрақ. Сіздің ойыңызша шоумен мен тамадының қандай айырмашылығы бар? Шоумен мен тамадан қазір соны көбісі шатастырады. Шоумен мен тамаданы шатастырады. Асаба тамада болып жүрген адам өзінше шоуменді реклама жасап ұра береді. Шоумен деген сөздің мағынасында тұр, ол шоу жасайтын адам. Шоу жасайтын. Тойда идеясы көп, креативті, идеясы көп, өзіндік бір манерасы бар, халықпен тек қана позитивті, тек қана көңілді вдохновлять ететін, халықты көтеріп, позитив беріп отыратындар шоумен дейді. Біз неге шыққанда. Шоумен в основном үлкен баладағы концерттерде де жүреді, той саласында емес жан-жақты болады. Ал тамада, ол тек қана той саласында жүретінді тамада дейді. Мен де жалпы сондай ойдамын, бірақ көбі түсіне бермейді. Оны түсіне бермейді. Ол тамада тойда жүреді, бітті өзінің шоуменінде жүре береді. Тағы да мынандай сұрақ. Жас, өзіңді шоумен деп санайсың ба, тамада деп санайсың ба? Мен шоуменмін де тамадамын. Жақсы, келісеміз. Айбат, жалпы өзің шоумендерге қандай 3 кеңес бересің? 3 кеңес: ұрлама, еңбек ет, тер төк, жұмыс жаса, ізден, ақтар, заманауи бол. Рахмет. Соңғы айтсадым ғой. Көп айтсадым, жалпы 3 деген сен очень. Соңғы сұрақ. Атырауға қаншаға келесің? Атырауға ақша көп, миллионға барам. Білесің перелетта? Ал жақсы миллион. Яғни нақты бағасын айтқыңыз келмейді. Телефон соғып білуге болады. Телефон жалдап білуге болады. Жеке нөмірімді білесіздер, астына жазылып отыр. Тағы мындай сұрақ, Айбат, жүргізуші жалпы сондай агентствомен жұмыс жасауға көзқарасың қандай? Қажет пе, әлде қажет емес пе? Қажет. Олар да сені сатып, өзіндік ақшасын табады. Посредниктер жалпы қажет, өйткені бір жағынан да сені пиар ететін кейде уақыт болмайды. Мен өзім мысалға ютубқа арнайы отырып компьютерда видео салған емеспін. Кім салды сондай видеоларды? Барлығын сол агентстволар салды. Барлық видеоны ютубта барлық агентство салды. Мен өзім жеке арнап бір мынау менің видеом деп салған емеспін. Маған көрсеткендер бар, мен өзімнің бауырларым видеографтарына маған көрсетті, Айбат сала беруге олама деп рұқсат алып салғандар бар, рұқсат алмай салғандар да бар. Я с ними сейчас күресіп жүрмін. Я звоню и требую, чтобы они убрали с ютуба без моего разрешения, потому что выкладывают такие моменты, которые я не хочу выкладывать. Да. Жеке өзің қалауың бар. Енді соңғы сұрақ, Айбат, өзіңді бір сөзбен қалай сипаттайсың? Бір сөзбен нихуя жүретін. Айбат, өзіңді бір сөзбен қалай сипаттайсың?
бір сөзбен сипаттайтын болсам, жалпы мен жақсы адам жақсымын деп айта алмайды, жаман адам жақсымын деп айқайлайды дегендей, мен өзімді андаймын мындаймын деп айта алмаймын. Мен өзім қарапайым қазақтың баласымын, арқа төсінде өскен арғынның баласы, тарақты жиеннің несі, жиенімін. Жалпы үш баланың әкесі, пока что бір әйелдің күйеуі. Енді сен Айбат шоуменсің, жан-жақтысың, заманауисың. Бір сөзбен өнерпаз. Өнер сүйгіш или Ушым Айбат аузын жаба қоймас. Рахмет. Айбат, сұхбатыңа шынайы тілегіңе бәрі рахмет. Сіздерге рахмет. Бұйыртса, көріскенше. To cheer you on.